екеуміз дүниелік болдық. Мама бар. Шешем бар, иә. Өзім семьям бар дейсің. Өзімнің семьям бар, иә. Жолдасым бар. 3 бала шағам бар. Алла, соныңыздың қызығын көріңдер. Айтқаныңыз айнымай келсін. Алла тағаладан тілеген тілегің қабыл болсын. Айтқаныңыз келсін. Өмір ғой қарағым. Бұл Алла шүкір береді, өзі алады. Ренжуге болмайды. Жоқ, қайырмен. Иә. Баяғыда атам бақты керек айтып отатын еді, қайырым берсін деп. Сол, иә, қайырым берсін. Қалғандарының амандығын тілейміз. Соның қызығын көрейік деп тілейміз. Қайтеміз. Қанша жасқа келіп қалдыңыз? 87-ге келдім. Деніңіз қуатты, күніңіз шуақты болсын. Аман есен отыра беріңіз. Ұрпақ қызығын көріп. Көріп жатырмын ғой, бұйырған көріп жатырмын. Сіз сонда ана Бұлдыртыда туып өскен болсаңыз, Мәжен деген кісіні танымайсыз ба? Мақпал Мәжен деген. Танимын оларды да. Мақпал менің нағашы апам ғой. Мақпал апам. Мәжен деген кісі ерте қайтқан. Біз ол кісіні көрген жоқпыз. Мамаңның сіңлісі болып. Шешемнің апасы. 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 Алтөбеде тұрады қазір. Жарайды. Өмір ғой енді. Бірде аран төбе, бірде қара төбе. Өмір ғой қарағым. Біздер өсі Бұлдыртыда тудық, Бұлдыртыда өстік. Оқыдық, тұрмыс құрдық. Бұлдыртының өзінде. Ләуіл баланы алып кетейін ба? Алып кетейін. Ойбай ала бер. Автобекетке дейін барып қалам дейді ол. Ала бер. Бәрін алсаң да маған бәрін. Автобекетке дейін, автобокзалға дейін. Алам. Ой, әже қалмақ алып кетсін. Ой, балықстарға кетіп бара тұрғаным. Дұрыс болған, жазы жайлау балық аулап қалу керек. Қазір уақыты ғой. Жарайды. Мұз қатқаннан кейін балық төмендеп кетеді. Анда сізді такси күтті ма сонда? Такси көп қой сонда. Біреуіне мінетін кесіз ғой. Күтіп тұрған такси емес қой, да? Әже деген қай көшет жаңағы? Селениден міндім. Селенный көшесінен мініп, Целковский көшесіне кетіп жатыр. Целковский қарай барасыз ба? Иә. Сол жақтан түсіп қалсақ болар. Болады ғой. Целковскийге барам, Целковскийден Новинкийге барам. Иә, таксиге отырып, Новинкийге барады екен. Сразу Новинкийге шақыр десем, оны шақыру білмеймін дейді. Онда Целковскийге шақыр дедім. Ой, мына подшипныйдан сразу Новинкийге шықпайтын бола такси. Кейге шығатын едім, мына білмеймін дейді, жарады онда дедім, шақырмайым. Соған аған шақыршы бәрібір такси. Сергей Тюленин ары қарай бармайсыз ба? Сергей Тюленинге? Целковский ма? Целковскийге, сол такси болса тоқтаймын. Целковскийге барып, сол таксиге мінгізіп жіберем. Балдар, сонда сен де мінгізіп жібер мені. Мінгізіп жіберем ғой, әже, мінгізіп жіберем ғой. Жолға түсіп кеткен осы сияқты әжені. Берсін деп мен батамды берем. Менің саулық берсін. Сізден сол бата ғой бізге керек. Радионың қызығын көр айналайын деймін. Баяғыда әжем айтады еді, әжем моншақ. Батаңнан бота қалғанша бата қалсын деп. Қарасың ба? Бота бұжыт дейді, бата мұңғыт дейді. Ағай батаға жеткен. Қай жерді қысың қайрасыз? Жымпитіні кімін, жымпиті? Жымпитінің ойсынайым ба? Қызыл ту деген жерде. Мына? Мә, жерлестер болдық қой. Қызыл Қызыл ту кім деген маман?
Байбақтымын. Мен де байбақ. Бар болсын Байбақты. Өзің қай жерденсің? Жайық берсіз бе? Иә. Бештердің көбі атауда ғой. Иә, негізі Атырауына Тайпақ жақ кеткен. Тайпақ жақта көп, иә. Шешеміз Атыраудікі ғой. Еріш. Тайпақты кісі білесіз сонда? Мен Тайпақтан, иә. Ысық көп, Атырау жағында да. Ысықталда бар. Көп қой онда. Бәрі не бітір ағасын. Халық та бітірады ғой. Өзіміздің жер ғой, Қазақстанның жері. Қай жерге барып? Бәрі осы Оралға кетіп қалды ғой, бүткіл жерді бәрін. Керемет ал, правда керемет еді ғой. Правда, иә, Совет үкіметі кезінде Шубиннің заманында, иә. Иә, түкіргіміз жерге тиген жоқ еді. Оның Не істейсің енді? Ойбай, малды да жүгіртпай, даладан сауып дейсің. Иә. Ауылға мал кіргізбейді. Мал да кіргізбейтін, машина да кіргізбейтін. Қала қылып ұстап еді, бірақ ой, біз бір неміз кеткенде Иә, қазақ мың қазақ біреу ұстай алмай қалды ғой, қасқа. бітірапты ғой қазақтар. Қасқа. Немістер кетті, бітті. Ал неге оны олай батыратты? Ал Тоқырау заманына тап болды, содан емес пе? Ұстай алмай қалды ғой Ұстай бізден. алмай, сол бітіратып деп кейбіреуі ұстап отыр, осы тоғанасты ұстай. Жоқ енді ұстаймын деп бір жігіттер шықса, оны үкімет қолдайтын беді. Жоқ, қолдайды ғой. Мына бірге жүрген кісі баяғыдан бермен қарай бірге жүр, бірге тұр. Соның біреу ұстап қалу керек қой. Сен кетсең біз бар емеспіз бе деп. Сол ғой. Осы біздің қазақтың бір батылдығы кей уақытта болмай қалатын адам біріншіде. Не болса да тәуекелде басып қалу керек қой. Осы біз кімбіз мына бір ненің орнында бәріміз осы жиналып отырып елді бытыратпайық деп ұстап қалмайын ба тіпті. Осы жүйені біз алып қалайық деп па? Әрине. Жер өзіміздікі ғой, ел өзіміздікі деп. Мына правданың системасы жақсы еді ғой, жүйесі. Ішке мал кірмейді, техника кірмейді. Бірге жүрі ғой, бірге тұр. Әлгі үйлерді бұздық та Ақсайға тиеп жібердік. Ақша болмай. Ақша болмай қалып тас жинады ғой халық. Иә. Тастың астында қаншама адам өліп қалды. Құлап қалды. Тастың астында біраз адам кетті ғой. Жарғылап кетіп, екі келіншек қайтты ғой тас жинап. Екі келіншек, жігіттер қанша кісілер. Бір ана бетон құлап кетіп, бір жігіт астында қалды. Ай Алла. Жабысасың. Осы Постепнойға үй салғанда сол правдадан құлатып алып келетін салады кілең. Иә. Сөйтті ғой, ойбай-ай. Көбіне Ақсайға затырдық қой, КамАЗ. Ойбай. Ақсайдан келіп тасып кетті дейді, иә? Тасыды. Жерге тасыды. Ұзын құлақтан естедік қой. Сөйде, әлгі бақша саламыз деп, олардың ана правданың боғына деген тасыды жүр. Навоз ретінде. Навозды. Навозға шейін. Бітіл правданың тиеді ғой. Айтатын жоқ, қайдан келіп жатыр десе, правдадан. Әлгі қамыс үйлер тоқыған кілең правдадан алып келіп, текесінен қойып салып алды ғой. Көп қамыс үй болған жоқ, тас болды ғой, сосын ғой деп бәрін жан жаққа құлады, тиіп жіберген. Қоралар қандай болды, азы қандай болды. Қанша мал болды да біздің Қызылтұзында мен тұрған ауылдың өзінде бір 150 бас, 120 бастан 15 бас болды. Әп-сәтте жоқ болып кетті. Әп-сәтте жоқ болды, біз баламыз ол кезде. Әлгі ойбай тек бәлтір детті жоғалтты да жіберді, ал бәлтір. Бартыр деп, ойбай сәләк алып адық, ойбай тұқым алып адық. Өтірік бәрі. Бәрі өтіріктік. Бәрі өтірік. Кілең нелеріміз бәрі
егіндерді тиет деген мынаяқы өздері қашты. Өздері үй қылып алып, не қылып алып. Қазақтар артында қалғандар әйтеуір ауыз тигендері ауыз тиді, ауыз тигемегендері қалды ғой. Сосын қайда барады енді? Орынды құлатпау керек еді. Өздірмеу керек еді. Соны қайтыңыз болмай тұр ғой. Ал енді қазір Правданың халқының жағдайы қалай қазір? Жақсы ма? Қазір жаман емес. Ана екінші жақсы, төртінші жақсы. Сөйтейді, я. Ал тек 8 үй мен Правданың әлгі бүткіл нелерін құлатып алып кетті ғой. 8 үйде мал барып. Не бар дейді ғой? Қожалықтар, жеке қожалықтар жұмыс жасап жатқан. Жеке қожалықтар 8 үйде 8 не бар екен анда қожалықтар. 8 мал бағады. Қабілетің жетсе, әркім өзі күніңді көрдеді ой Назарбаевта. Екіге мінем, автовокзалдан сұқылайын. Атамыз қабілетің жетсе, 2 сиыр асырада күніңді көрдеді ғой. Ойбай, соның несі барлығы. Тауығың болса, аш қалмайсың деді ғой. Құлатпайсың. Мынаны біріктіріп бүйтіп ұста демеді ғой. Оны айтпай жаңа тек. Қабілетің жетсе, Ана екіге мінем мен. Асып кеттім ғой. Мына неден тұра қойшы жаңа не ал дейтін еді, құрғыр. Детсаттан ба? Бала бақшасынан өкістен ба? Жоқ, осы жерден тұра. Мына жерден ба? Мына маяктан. Маяктан. Екіге мінесің бе? Балық аулайын дейді ғой, әже, балық аулайын дейді. Маяктан түсесің де екіге мінеді ғой. Осы маяктан тұра ғой. Сіз өзіңіз барасыз ба? Иә. Қай жаққа барасыз? Қазір ана жерден остановкаға барайын деп. Жайлап шығып кетіңіз, әже. Ойламайды ғой, балық алып не алып кел деген болар. Ой, әже, керегіміз еді осы. Ой, жоқ. Жүре. Сөйтіп ерігіп шығамын сөйтіп. Сақ болыңыз, ештеңеде қалып қоймасын машинада. Айтқаныңыз келсін. Өзім баратын дейді ғой. Жол бар бер. Әжеге анаға қолда қармақ. Қараңыз. Балдар болар бұл жерде. Жоқ, келатқанда қармақты ала кел деген шығар, ол мүмкін емес қой. Әже балық ауламайтын болар. Жоқ, сол балдарға бірдеңе алып баратқан болар деймін. Мүмкін. Өзім ерігіп шығамын деп қой. Әже, бұлдыр тұтамын дегенсін сауатқаным ғой жаңа. Бұлдырты менің нағашыларым жеп еді, ақберлі. Ақберлілер көп қой жақта да? Көп емес ақберлілер. Көп емес пе? Қосабада ма ақберлілер? Ақберлінің орны Қосаба. Қосаба ғой да? Қосаба. Қосаба әлгі ана Қызбектің үйнесінде Бекежан айтады ғой, мекенім Қосаба деп. Қосаба дегенге мен Қосабаға барып Қосабаны көрсет дегем. Мен де солай ойлайтын, екі о болып екен деп. Құдаларға айтам, Қосаба қайда? Бекежанның Қосабасы күтетін жер қайда десем, тарқылдап келіп көреді, құдағай, бізде Қосаба бола ма? Ана жатқан тайпақ екі соды болар, басқасын да жоқ дейді. Қосабадан арғай тайпақ жақын ба сонда? Жоқ, ана дөмпе айтам. Sonra айтам ғой, сендердің Қосабаларың қайда? Бекежан отырған жер қайда? Ойбай, қылдым ғой. Асаналы әшім бір келіп кетіпті ғой. Келіп кеткен болар. Бекежанның рөлін ойнағанда мекенім Қосаба деп айтып едім. Сол жерді бір көп кетейінші деп келіп кетті ғой. Жақында осы бір ай туыстында Оралдан көрдім сол Асаналы әшімді. Алыстан көріп қалдым. Келіп кеткен шығар енді. Мына жерде бір гостиница бар, өте керемет. Сондай атақты адамдар келіп жататын гостиница. Кімде келген шығар? Соның есік алдына келіп тоқтап түсіп. Әйелі де. Ойбай, атыма тұқалым әйелі. Әйелі жас әйел ғой оның. Жас па ана? Жас. Соңында бір жас әйел алып еді. Больницте жатып. Медсестра болған екен баяғы. Мынаған тап болыпты ғой, рахмет болғанда. Бір бұйырғаны болар, мынаның бағы ғой. Бекежанның. Бекежан деп қоямын. Асанәлінің бағы ғой. Мен ол кісіні жақсы көремін, не екенін білмеймін. Ана бала кезінде. Ол да қарашана балдардың бәрінен айырылып, өзінің кемпірінен айырылып, қайғыны жамылып отырғанда деп тұр ғой. Мынау тап болды деп. Бір Алланың бағы ғой берген оған. Қайтсын енді жарайды ғой.
өмір сүрсін. Ол кісінің киноларын жақсы көремін мен. Иә. Қай киносының ішінде әйтеуір алқынып жүреді ғой, дымы қалмай. Жақсы ойнайды. Өзінің рөлдерін жақсы ойнайды. Жақсы ойнайды. Өте жақсы ойнайды. Бұл Жау жағадан алғанда жағайлыбайлы қайда болды депті ғой. иә. Құманбай құс та кетті. Меруерт жүр әлі. Жағалбайлының әкесі де күшті ойнайды да, ол да қатты ойнап тұр. Кім ба? Төлегеннің әкесі? Базарбай. Өте керемет кино, сол кино ғой, жақсы түсірілген. Өте жақсы, тамаша түсірген. Сол киноны іздеп қайта-қайта қараймын сол киноны. Тамаша түсірген кино. Даже сол кинода шындықпенен мына екеуі қосылып кетті ғой енді. Иә, екеуі актер болып ойнап жүр. Иә. Өмірде қосылды дейсіз, ә? Өмірде қосылды. Сосын ана Асаналының Трансфер экспрессы деген киносы бар ғой, пойызда келатып әлгі менің жапондық шпионды өлтіреді дейді, соны өлтірмей алып қалу керек па? Сол киносы жақсы. Бұның Не істейін енді, жүрмей жатыр ғой алдағылар. бұның қай Шыдаңды шықпай. Артымыздан сигнал беріп, жол сұрап өліп жатыр маған. қалайсың? Қайтасың, кетті, ал кетті. Машинасы күшті екен енді. Жүзгіш машинаны. Ама жүр. Сонда қатша шабатқан. Ой, Аллай, мұсылман бала заман болсыш. Апасынан қатты жүр. Қалаң ішінде қиын ғой қатты жүру, жайлап жүру керек. Тасты ашқанда болмаса. Пойызда келатыр, көш қыласың. Міне пойыз келатыр, иә. Ой, шіркін-ай. Üzülmeydi o şeyden poyuz. Birisi pasajer, birisi грузовой poyuz. Қалайсың? Ayvaktının kaçsın karındasın? Сенбай. Var. Hacı siz kay tuğan bulasınız? Мен собамын. Ол қай неге жатады? Қызылқұрт соба. Қызылқұрт. Қызылқұрт бер жағаты ғой, негізгі аты соба. Солай ма? Жеңгелері құртты жеп жүр деп. Әй, қызылқұрт бала деген соны, қызылқұрт атанып кеткен. Мен бұны қызылқұрттарға айтайын. Бір қызылқұрт досым бар. Иә. Сенің шын атың кімде? Сенің шын атың кім? Қызылқұрт ау. Негізі көбіне жеңгелер қойған ау деймін осындай бір нелер. Иә, құртты неге көп жедің де. Атанып кететініңді білмедің бе де. Мен бір үлкен кісіден естідім Есен Темірдің тарихын. Оның енді неше түрлі нұсқасы бар. Бірақ мына бір нұсқасын естіп едім. Баяғыда Байғожаға істі болып қалып, мынау Алтай жағынан бір жігіт келген екен, Темір деген жігіт. Содан Байғожа оны қол астына алып асырайды ғой. Содан мынау дене бітімі мығым, кішкене здоровый жігіт болғасын, сен жылқы бақ деген екен. Мен Байғожаның малы көп, жылқысы көп, жері қайысқан жылқы. Сол бір күзде жылқы жоғалып кетеді. Темірде жоқ, жылқы да жоқ. Содан қыс болады, жылқы жоқ. Көктем келеді, жылқы жоқ. Содан Байғожа ойлайды дейді әлгі. Бұл Алтай жақтан келген бір шпион болды ғой, жылқыны айдап кетуге келген деп. Жақсы енді қайырымен енді. Малдың орны тола деп. Сөйтіп киіз үйдің ішінде қымызын ішіп отырса, қолындағы қымызы дірілдейді дейді. Ойбай, бұған не болып қалды? Жер сілкініп жатыр деп сыртқа шықса, опы-топы жылқыны айдап келіп тұр дейді жаңа Темір. Әке, жылқы ығып кетіп атынан қалмай ілесіп жүрдім, көктем келді, міне алып келдім деп. Сөйтсе Байғожа айтады дейді, ойбай, айналайын, мен сен жайлы жаман ойлап қойып едім. Сөйтсе сен жылқының атында жүр екенсің ғой. Кешіре гөр, айналайын, енді сенің атың Есен Темір. Аман есен жеттің елге. Атыңды Есен Темір деп қоям деген екен. Деген нұсқасын естідім. Сол Есен Темірді білмеймін енді.
Ол жөнінде білемеген. Мына жерде жаңағы велосипедті бір машина қақты мына машина. Сол гайы келіп тұр. Апырмай. Бұлай айналып келіп тұрған мына жерге. Мына жерден жүреді ғой. Иә. Biz остановкадан çıkıp kalalım. Сөлмейсіңдер. Керек, мына жағынан түсіресіңдер. Сосын пешеходтан өтіп кетесіңдер ғой. Uşağını çevireyim. Мына жағынан. Yok uşağını kayılap. Мына жерден болмайды ғой жолдан. Çıksın bu burası. Ya бұрылам ғой былай айналам. Ya ya buradan gidip çıkıp. Жақсы, жақсы. Çok yakında. Осы жерден бүйтіп бұрыламын. Абайлаңыздар. Rahmet ağa yolunuz olsun. Айтқаның келсін, айтқаның айдымай келсін. Өзіңде аман жүр. Қызым қалып қоймасын. Балам екен ғой, қызды. Аха. Мына есік. Не істеп отыр? Есікті жаба алмай қалып жатыр ғой. Қасқа. Осы шамадан жүреді деймін. Новенький бар ма екен? Сұрап көрейік. Ана жүрді, анау ыртыс. Аннан жүре ме? Новенький. Мұнда ертес жүреді де? Ертес жүреді, новенький жүреді. Әлгі ана... Новенький қайда? Жазуымды асып кеттік қой. Жоқ, міне. Амат екен ғой енді. Ойбай, астан асып кеттік қой енді. Қазір кірем ғой ішке. Ішке кірем дейді. Осы жерде тұрам қазір, уайымдамаңыз қазір. Нейлеп түсінсен, саяғыз. Жолың осылай. Айтқаныңыз келсін. Өтесі. Қуатты болыңыздар. Армандарыңа жетіңдер. Айтқаныңыз келсін. Аман жүр.